Ассаламалейкум құрметті достар, бұл Жанайдар Болатбекұлы YouTube арнасы. Бүгін бізде жаңа түсірілім, ерекше хобби иесі деп аталатын жобамыздың 11-ші шығарылымы. Біздер 11-ші шығарылымға қонақ ретінде өзім жерлесім, бауырым, Балалайк YouTube арнасының иесі Мансұр Ернарұлын шақыруды жөн көрдік. Бүгінгі менің алғашқы қонағым атақты блогер Гопс. Каналыңыздың аты неге Гопс? Көңілді көтер бағдарламасында жүретін қызым бар деп айтып қалдың. Сол рас па? Болды, шаршадым. Мектепке барып оқимын. Бұрын мен мектепте отырған кезімде үйдегі телефонды ойлап отыратын едім. Ал қазір мына телефонның ішінде отырып, мектепте ойлап отырмын. Мансұр, ассаламалейкум ал. Арнамызға қош келдің. Бүгін енді жақсы сұхбат болады деп ойлаймын. Саған қоятын алғашқы сауалым, жалпы осы Балалайк YouTube арнасын ашуыңа не түрткі болды? Мен өзім дейтін, YouTube'қа кіріп қалсам, ойындарға, орыс ютуберлер ойындарға арнайды барлығын. Сосын мынандай сұхбатқа өзім келдім, жас бала болып. Сұхбаттарды іздесем, мен тек қана үлкендерді табам. Сондықтан жас балалардан өзім ашайын деп шештім. Рахмет. Енді жалпы көп адамнан сұхбат алдың ғой, танымал жастардан жаңа шығып кетірған. Өзіңнің есіңде ерекше сақталған қонақтар болса айтсаң? Ерекше сақталған қонақтар, олар Әділ Ахметов, және негізінде барлығы да жақсы жауап берді, барлығы жақсы болды. Ал бұлайынан Әділ Ахметов пен Айзат ең көп жинап, солай, олар маған жақсы болды солай. Енді түсірілім барысында бір ерекше оқиғалар болады, оны білеміз. Жалпы өзіңнің осы Балалайк YouTube арнасында сұхбаттасқанда орын алған ерекше оқиғалар болса бөліссең бізбен. Жақсы, ол Әділ Ахметов маған өзінің сұхбатында маған арнау айтып берді. Мен ол кезде таңғалып қалдым. Өйткені ол кезде ол сразу өлең шығарып дейді деп ойлаған жоқпын мен. Менің арнама бір арнау айтып жіберсеңіз. Мансұр таятқа қонып жатырғасын, ендеше барлығымыз лайық басып, басайық подписаться батырмасын айық-аяқы. Мансұр, енді сен Балалайк YouTube арнан қазіргі кезде Ақжайық өңіріне, республикаға танылып, дамып жатыр. Жалпы осы мектептегі достарың, ұстаздарың қалай қарайды, осы сенің арнаң туралы біле ма? Я білет, ұстаздарым, если бір нәрсе түсіру керек болса, маған айтады, мынаны түсіріп берші деп. Я бұлай таныйды барлығы мені, білет, инстаграмнан көреді класстастарым, достарым. Рахмет. Енді YouTube блогерлер жалпы инстаграмда белсенді болу керек. Сенің инстаграм парақшаңда 7000-ға жуық оқырманың бар. Осы оқырманды қалай жинадың және оны ұстап тұру үшін қандай іс-әрекеттер жасап жатсың? Әртүрлі история жүріп тұрамыз, барлық сұхбаттарымның сұхбаттарын үзіндісін сонда салып тұрам. Және де YouTube каналымның адамдары да соған тіркелген болар деп ойлаймын. Рахмет. Енді жалпы сенің арнаң тағы бір ерекшелігі ұстаздар мейрамында күні кеше өткен тәуелсіздік күнінде сондай айтулы мерекелерде сен өзің монтаж жасап, шағын бейнероликтер салып тұрасың. Осы идея қай уақытта келді ойыңа? Бейнероликтерді өзіме де керек, арасында әкем көмектеседі, папам. Ал монтаж жағынан, сонан менің өзімнің көмекшілерім бар. Рахмет. Мансұр, тағы бір соңғы сұрақ қойып жүрейін. Жалпы енді құпия болмаса бізбен бөліссең, алда қандай қонақтар бар шақыратын эфиріңе? Күні кеше робототехникамен айналысатын өнер тапқыш бір өнерлі баламен сұхбаттасың, оны көрдік. Үнемі көріп отырамыз арнаңды. Жалпы қонақтарды кім бекітеді және алдағы жоспарларымен бөліссең? Алдағы жоспарларымды айтайын. Алдағы жоспарларымда мен осы Орал қаласынан бүткіл Қазақстанға танымал Максим Ержанды, Райм Артурды шақырғым келеді.
сосын тағы да қаласындағы барлығын шақырғым келеді. Осы танымал сондай бір іспен айналысатын. Жалпы сенің арнаңа түсейік деп едік, мені эфиріңе шақыршы дейтін кейіпкерлер болды ма? Сондай кейіпкерлер түсірдің ба өзің? Иә, маған өздері ұсыныс жасайтындар көп. Мысалға, жас вайнерлер бар, және де тағы да танымал әнші, сондай балдар көп жазады маған өздері сұхбатқа шақыршы деп. Алдағы уақытта шақырамын. Рахмет, Мансұр, бүгінгі сұхбатымызға келісіп, Коньки теуіп бірге жақсы уақыт өткіздік. Сенің арнаңа тек қана жетістік тілеймін, өзіңе шығармашылық табыс тілеймін. Осы Оралдан шыққан, күміс кнопкаға жеткен каналдардың бірі болуыңа шын жүректен тілектеспін. Дами бер. Рахмет. Құрметті достар, мінекей өздеріңіз көрдіңіздер. Бүгін біздер Балалай YouTube арнасының жалпы жүргізушісі иесі Мансұр бауырымызбен шағын сұхбат құрдық. Ерекше хобби иесі деп аталатын тұрақты рубрикамыздың 11 шығарылымынан көре аласыздар. Қазақы контентті бірге дамытайық. Сіздерге деген құрметпен мен Жанайдар Болатбекұлы.